Армысын қазақ елі Назарда Экспресс жаңалықтар бізде бар болғаны 1 минут кеттік. Тараз тұрғындары көшелерге 100 миллион теңгеге орнатылған жарық шамдарды таппай жүр. Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Қысқасы, Тараз қаласының әкімдігі әуежайдан бастап қаланың қақ ортасына дейін таң қалатындай декоративті жарық шамдар орнатқан. Таразды жайнатып жібергілері келді ғой. Бірақ бір жылға жетпей көбі күйіп кетті. Істен шықты. Шамдар қала көркін бере қоймаған көрінеді. Дұрыс қой, жанып кеткен шамдар не қажет? Оны қойш біреулер тіпті оларды шешіп алып белгісіз жерге алып кеткен. Жарық шамдармен қаланы безендіруге 102 миллион теңге бөлінген қалалық бюджеттен. Әкімдік кінәліні тапты. Ол табиғат. Нақтырақ айтсақ жел. Бірнеше рет қатты соққан желден кейін шамдар істен шығып қалған екен. Десе де мердігердің кепілдік мерзімі аяқталған жоқ. Ретке келтіреді. Осы жолы табиғи құбылыстарды ескеретін шығарсыздар. Келесіде жаңбыр кесірінен